Брат, бүгін клубқа шықпадық па? Қыздар звондап жатыр десе, квартира снимать етейік десең, кімде кім, то есть алла тағала кімге жақсылықты қаласа дейді, қасынан бір адамды беріп қояды дейді, әрдайым жақсылыққа шақырады дейді. А кімде кім алла тағала оған жамандықты қаласа дейді, онда оның қасынан бір адам беріп қояды дейді, әрдайым неге шақыратын дейді. Егер сен өзіңе қара да жігіттер, сенің қасындағы адамдар кім? Клубқа ішуге шақыра ма, әлде намазға, хайырға, жақсыға шақыра ма? Қара достарға да. Сен қандай адамсың? Қара тоже. Өте андай сөз қиын да негізі айтып отқаны. Кімде кім алла тағала оған жақсылық қаласа, қасына кім беріп қояды дейді? Жақсылыққа шақыратын адам беріп қояды дейді. Сен қасына адамдарың жақсылыққа шақыратын адамдар болатын болса, сен бақыттысың. Ал егер сен брат, бүгін клубқа шықпадық па? Қыздар звондап жатыр десе, квартира снимать етейік десең, сен кіммен жүрсің да? Алла саған не қылды? Өзгерт өзің. Бұл жерде енді алла тағала саған мәжбүрледі деген сөз, қалады деген, жаратты деген сөз да. Ал таңдау сенде бәрібір.